Сіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы, флотациялық реагенттер және олардың қолданылуы пәні. Біз сіздермен бірінші дәрісті жалғастырамыз. Тақырыбы флотация реагенттердің тағайындауы және олардың классификациясы. Бүгін біз сіздермен фазалардың бет аралығындағы реагенттердің адсорбциясы тақырыбын жалғастыратын боламыз. Курс авторы техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Базыловна, аға оқытушы Амирхан Алма Амирхановна. Фазалардың бет аралығындағы реагенттердің адсорбциясы. Флотациялық әдістеріне қатысатын фазаларының әрекеттесуінің негізгі түрлері бұл адсорбция және гетерогендік реакциялар. Гетерогендік реакциялар дегеніміз балалар әртүрлі фазада жүретін реакцияларды айтамыз. Жалпы реакцияда гомогенді реакциялар және гетерогенді реакциялар болады. Ал гомогенді реакциялар дегеніміз, яғни бір фазада жүретін реакцияларды біз гомогенді реакциялар деп айтамыз. Флотореагенттердің иондары және молекулалар қасиеттеріне қарай не минерал су шекарасында минерал бетімен әрекеттеседі, не су ауа шекарасында жиналады. Химиялық бөлшектердің фазалар шекараларында жиналуы адсорбция деп аталады. Адсорбция екі түрге бөлінеді: химиялық және физикалық. Физикалық адсорбция реагенттердің молекулалары минерал бетімен молекулалар аралар тарту күші әсермен әрекеттеседі. Молекулалардың минерал бетімен байланыс күші химиялық байланыспен салыстырғанда көп төмен болады. Молекулалық адсорбцияның айқын түрде көбіктендіргіш молекулаларының су және ауа шекараларындағы жиналуы жатады. Реагенттердің адсорбцияланған шамасы гипс теңдеуімен анықталады. Гипс теңдеуі алдарыңызда тұр. Минус жақша ішінде С бөлінген КТ көбейту дельта сигма көбейтілген бөлінген дельта С. Яғни С дегеніміз ерітіндідегі заттың концентрациясы. К газ тұрақтысы, Т абсолют температура, дельта сигма бөлінген дельтасы бет активтілігі деп аталатын бет энергиясының концентрацияға бөліндісінің туындысын айтамыз. Химиялық адсорбция процесінде реагент иондары минерал бетімен электрондар алмасу арқылы әрекеттеседі де шекаралық бетте химиялық қосылыс пайда болады. Бұл күшті байланысты адсорбция түріне жатады. Химиялық адсорбцияны немесе хемосорбцияны екіншілей немесе қайтымсыз деп атайды. Себебі адсорбцияланған зат абсорбенттік иондармен немесе атомдармен химиялық қосылыстары ретінде десорбцияланады. Химиялық реакциялармен салыстырғанда химиялық адсорбцияның ерекшелігіне тоқталатын болсақ, олар адсорбция химиялық қосылыс түзілумен жүреді, бірақ адсорбенттенген молекула жартылай өзінің жеке қасиеттерін сақтауы мүмкін. Моноқабатты пленка түзу ерекшелігінде реакция стихиометриялық қатыспен жүруі шартты емес. Хемосорбция адсорбаттың нөлдік концентрациясын бекітуден басталады. Химиялық реакцияда жаңа фаза ергіштік көбейтіндіні арттыратын әрекеттесуші компоненттердің концентрациясында түзіледі. Хемосорбцияда химиялық реакциядағы химиялық байланыстар қатысады. Химиялық реакциялар қатысады. Хемосорбция химиялық реакциядағы химиялық байланыстар қатысады.
яғни иондық байланыс, ол электростатикалық табиғатқа ие. Коваленттік байланыс бөлу шекарадан электрондардың өтуімен сипатталатын және адсорбенттің атомында жұптаспаған электрондар болғанда пайда болатын, яғни қаныққан байланыстарда адсорбенттен адсорбатқа электрондар ауысқанда пайда болатын координациялық байланысты айтамыз. Хемосорбция 3 түрге бөлінеді. Алмасу, активтелген және потенциал анықтаушы болып, хемосорбция 3 түрге бөлінеді. Адсорбат сұйық ортада нашар ерігенде физикалық адсорбция процесі жақсы өтеді. Адсорбция процесі өзінен өзі жүретін процесс. Бұл жай адсорбция нәтижесінде белгілі жүйенің бос энергиясының азаятын көрсетеді. Флотореагенттер шекаралық беттерде неғұрлым терең әрекеттенсе, жүйенің бос энергиясы соғұрлым мол азаяды. Осы тұрғыдан қарасақ, химиялық адсорбция минерал су шекаралығында, ал физикалық адсорбция су-ауа шекаралығында жүйе бос энергиясын көп төмендетеді. Енді, құрметті студенттер, бірінші дәрісімізді қорытыла келе, сонымен флотациялық реагенттер қасиеттеріне байланысты 3 үлкен топқа бөлінеді екен. Ол жинағыш, көбіктендіргіш және модификаторлар. Оған активатор, басқыш, орта реттеуші және флокулянттар жатады. Байыту процесіне қолданатын флотациялық реагенттердің минерал бетімен әрекеттесу негізгі механизмі ол адсорбция, физикалық және химиялық. Реагенттердің адсорбциясы минерал бетіндегі электрондық құбылысына байланысты екен. Реагенттердің адсорбцияланған шамасы гипс теңдеуімен анықталады. Оны біз алдында көрсеттік, гипс энергиясының теңдеуін. Осымен, құрметті студенттер, бірінші дәрісті аяқтаймыз. Бірінші дәрістің соңында сабақты құнттау үшін тест тапсырмасы беріледі. Соны өтіп, өз білімдеріңізді бақыласаңыздар болады. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.